Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Жан сырымды көптің талқысына салсам ба, салмасам ба деп көп ойландым. Ақыры бір жеңілдеп қалармын деген оймен жазуды ұйғардым. Жас шағымда тәп-тәуір сұп-сұлу едім. Жігіттер мені көрсе гүлге үймелеген арадай құжынайтын. Сол сұлулығыма сеніп мен де тәкаппар едім. Ешкімді өзіме тең көрмеуші едім. Бірақ еш уақытта да бір жаманға қор болып өмірім өтеді-ау деп ойлаған емеспін. Тағдырдың біз күтпеген тосын сыйы көп болады екен ғой. Жоғарғы оқу орнын бітірер-бітірместен Тұрсын есімді жігіттің етегінен ұстадым да кеттім. Несімен баурап алғанын білмеймін. Әйтеуір сол дегенде жібіп босап кететінмін. Бүгінгі Астана ол кездегідей үлкен қала емес, кіп-кішкентай қалашық болатын. Жатақханадан бір бөлме алып сонда тұрып бастадық. Оның әке-шешесі ауылда тұратын. Демалыс күндері барып тұратынбыз. Ауылға барғанда ағайын туысының бәрі маған біртүрлі қарайтын. Баста түсінбей жүрдім. Сөйтсем, Тұрсын бұрын да үйленіп әйел жіберген екен. Онысын қайдан білейін? Бәрібір білгенімен де не пайда? Болары болып, бояуым сіңіп қойған. Қойшы, сонымен не керек? Екінші қызым дүниеге келгенше ештеңе деп ұрсып көрмеппіз. Ол да мен де оқыған көзі ашық адамдармыз. Ашуымыз кеп тұрса да, орнымызды біліп үндемей қалуды әдет қылғанбыз. 90-шы жылдардың орта тұсы, елдің бәрі қиналып, алағап арқалап кеткен кез. Тұрсын да солардың қатарына қосылды. Басында ақшасының басын бір-біріне қоса алмай біраз қиналды. Кейіннен жолын тауып үйреніп алған соң саудасы жүре бастады. Ең өтімді тауар азық-түлік емес пе? Қант, шай, макарон өнімдерін әкеліп сатты. Ресейлік көліктің өзін ол кездері мен деген адамдар мінетін. Ал шетелік көлік дегеннің кейбіреулердің түсіне де кірмейтін. Өзі темірге құмар адам. Тұрсын біраз ақшасын басын құрап темір тұлпар алды. Басымызда үйіміз жоқ, машинаның не керегі бар деп мен ренжідім. Асықпа, оны да аламыз әлі, деп жұбатты мені. Расында арада көп уақыт өтпей-ақ баспаналы болдық. Тағы да біраз ақшасының басын құрап Тұрсын азық-түлік дүкенін ашты. Сатушы жалдадық. Енді тек ақша санап отыру ғана тірлігіміз. Артық ақша адамды бұзбай қоймайды білем. Тұрсынның анда кеттім, мұнда кеттім дері көбейді. Өзі де көріктіден кем де емес, астында сәйгүліктей ытырлатып тұрған әдемі көлік. Ондай адамға кім кетәрі десін. Оның үстіне қалтасы толы қаржы болса. Қазақ байыса қатын алады деген қалай тура айтылған. 3-ші қабаттың терезесінен сыртқа телміріп талай таңды көз ілмей атырдым десеңші. Жылдың әр мезгілінде қар жауғанда да, жаңбыр төккенде де, түні бойы түк көрінбес терезеден телміріп, әйнекті көз жасым жуды талай. Үстінен арзанқол әтірдің иісі бұрқырап, тау қайырып келгендей таң ата босағандан аттайтын. Өтірікті де қалай шебер ұйқастырады десеңші. Таң қаласың. Талай мәрте жылап та айттым, жай барақат отырып та айттым. Бірақ қояры болмады. Нәпсінің құлына айналған адамның көзі байланып қалады білем. Одан қайран жоғын біліп, бармағымды шайнағаннан басқа амалым қалмады. Бір жолы балаларға киім-кешек алмақ болып базарға дейін такси ұстадым. Таксист сөзі бар екен. Базарға дейін біраз әңгіменің тегін ағытып тастады. Келер жолы да тағы бір жаққа бармақ болып жиналғанымда әлгі таксисті тоқтатыппын. Кәдімгідей көз таныс болып қалдық. Қандай әдемі, тартымды келіншексің. Сенің жолыңда жаныңды құрбан етсең де аз емес деп та бастағанда өзімнің әйел екенімді ұмыта бастағанымды білдім. Ай даладағы еркек тамсанып үзіліп отырғанда күйеуімнің істеп жүрген тірлігі есіме түсіп, көзіме кеп қалған жасты әзер тыйдым. Босап бара жатқан буынымды бекітіп, ләм-мим демей барар жеріме жетіп түсіп қалдым. Құрсын еркек қой,
солақай жүрмесімен жүрсе жүре берсін. Азары болса жанымды күйдіріп қояр. Қоймаса ардына салдым. Ал бірақ мен өліп қалсам да мұндай азғындық жолға түспеймін. Әке-шешемнің миыма құйған ар ұят мәселесін жылы жауып кете алмайды екенмін. Менің табан тіреген нүктем осы болды. Тағы бір жоғарыда оралған түні Тұрсынға бізді іздеме дедім де балаларымды жетектеп үйден шығып кеттім. Қайда барам? Әрине төркініме. Одан басқа мені 3 баламмен құшақ жайып қарсы алатын адам бар ма? Бұл кезде әбден төзімім таусылып жүйкем жұқарып біткен еді. Құрсын, байлығы да ақшасы да дедім. Жаның тыныш таппаған соң ақша не керек, байлық не керек? Бала-шағамның киімінен басқа ештеңе алмастан ауылдағы төркініме тарттым. Кейіннен көрші келіншек артымнан звондап, күйеуімнің үйге қыздар әкеліп, бар дүниені ұрлатып құртқанын, дүкенді құмар ойынға тігіп жібергенін естідім. Қоры таусылғанша мені іздемеген Тұрсын 2 жылдан кейін басы салбырап келіп тұр. Күйіп кеткенім-ай. Әкем ақылға сал, енді адам болатын шығар, шекесіне тиді ғой деп мені онымен қосылғанымды қалайтынын білдірді. Шешем болса әкемнің ығынан шыға алмайды. Сонымен қолында қалған аз ғана ақшасына облыс орталығына келіп кішкене 2 бөлмелі үй сатып алдық. Бүгінде барынан айырылып, маңдайы тасқа тиген күйеуім қара жұмыс істеп нәпақа тауып жүр. Әйтеуір бала-шағасының тамағы, киімі қыдырғанымыздан артылып тұрады. Оған да шүкір, барға қанағат. Одан артық тапқанын да қаламаймын. Өйткені қолына артық ақша бітсе, күйеуімнің құтырып кететінін білемін.